Сәлем достар, бүгін бір жасағынан шығатын ерекше нәзік балды торт жасаймыз. Ол үшін бізге сары май, шекер, ұн, жұмыртқа және бал қажет болады. Ең бірінші темір ыдысқа шекерімізді саламыз, одан соң балымызды, одан соң сары майымызды саламыз. Балды тортты жасауға кіріспес бұрын барлық ингредиенттерді бөлме температурасына шығарып қоямыз. Темір ыдысқа салынған заттарды водяной баняда ерігенше ұстаймыз. Ингредиенттер еріген соң 2 шай қасық ас содасын саламыз. Бес минуттай көпіргенше араластырамыз. Сұйық массамыз көпірген соң водяной банядан аламыз. Массамызды 1-2 минуттай суытып алып, 4 жұмыртқаны араластыра отырып саламыз. Жұмыртқамыз пісіп кетпеу керек. Жұмыртқа салғаннан соң осындай шұңғыл ыдысқа құйып алып, үстіне електен өткізіп ұн саламыз. Осылайша барлық ұнды сала отырып араластырамыз. Барлық ұнды салғаннан соң осындай жабысқақ массаға айналады. Ингредиенттердің қанша салу керектігін осы видеоның астындағы описаниесінде қалдырамын. Дайын болған массаны мешокқа қасықпен саламыз. Бұл жердегі бір маңызды ақпарат: егер де тортты кешке дайындайтын болсаңыз, таңертең тестісін жасап қоюыңыз керек. Ал егер таңертең жасайтын болсаңыз, кешкісін дайындап қоюыңыз керек. Мешоктың аузын жауып, морозильникке саламыз. Мінекей, тестіміз де дайын болды. Ол морозильникте қатқан соң қолға мықты жабыспайтын болады. Тестіміздің астына шамалы ұн себеміз. Ұнды көп қолданбауға тырысыңыз, себебі балды торттың корждары қатты болып кетеді. Тестімізді 1/8 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлінген бөлікті дөңгелектеп күлшеге айналдырамыз. Пергамент қағазын алып, пешіміздің табасының көлеміне шақтап кесіп аламыз. Осылайша видеода көрсетілгендей етіп, пергамент қағазының үстіне күлшені салып, оқтаумен ысамыз. Менде осы жасалған массаның көлемінен 10 коржы шықты. Өзіңізге қажетті көлемге жеткіземіз. Мен мысалы тәрелкенің көмегімен жасаймын. Егер де сіздерде арнайы аста ашылатын табаңыз болса, соның көмегімен жасауыңызға болады. Тестіміз қажетті диаметрге жеткен соң, оның үстіне осылай тәрелкені қойып, пышақпен кесіп аламыз. Кесілген тестіні біріктіріп, күлшетіп қоямыз. Егер де сіз тортыңыздың жан-жағын ұсақ ұнтағымен қаптайтын болсаңыз, онда піскеннен соң кессеңіз де болады. Ал мен жан-жағын қаптамайтын болғандықтан бірден кесіп алып жатырмын. Дайын болған коржды осылай вилкімен тесіп аламыз, себебі ол піскеннен соң көтеріліп кетуі мүмкін. 180 градуста 5 минуттай қатты күйдірмей пісіріп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки 33%, сахарный пудра және творожный сыр керек болады. Ең бірінші сливкиді құйып,
оны миксермен шайқаймыз. Одан соң сахарный пудраны салып, қою массаға айналғанша миксерлейміз. Одан кейін барып творожный сырды саламыз. Сосын миксерлейміз. Біртұтас массаға айналу керек. Кремі мен корждар дайын болған соң торттың сборкасын жасаймыз. Яғни тортты жинаймыз. Крем жағу үшін корждар әбден суы керек. Ал кремді дайындау үшін сливки мен творожный сыр холодильниктен шығарып алып, бірден дайындалу керек. Осылай видеода көрсетілгендей алма-кезек корждарын салып, кремдерін жағамыз. Дайын болған тортты өз қалауыңыз бойынша әрлеуіңізге болады. Балды тортымыз толығымен дайын болған соң, оны бір күн холодильникте ұстаймыз. Ас болсын.